асыға күтеді. Топтағы Мырзахан алғаш рет ұстап тұрса, Ердос пен Айдардың ауыз бекіткеніне 2 жыл болыпты. Ал былтыр парызын ойдағыдай орындаған Бағлан биыл денсаулығына байланысты ораза ұстамаймын дейді. Бұлай қарасаң сылтау сияқты да. Негізінде. Енді осы ораза айында кішкене біздің қолымыз босағандай болды. Сондықтан бос уақытты пайдаланып кішкене денсаулыққа көңіл бөлсек па деп. Алайда басқа жігіттердің ішінде салауатты өмір салтын насихаттап шынығып жүрген шымыртылғалы Бағланды ауырат деп кім ойлаған? Енді спортсменде ет пен сүйекпен жаралған шығар. Ода да асқазан бар. Иә, бірінші рет. Бірінші күнде сондай болды. Қазір үйрендік. Қатты сұрай бермеңіз, жылап жібереді. Иә. Аллахтың құлдары дейді, яғни. Аллахтың құлдары екі жағдайда қуанады дейді. Бірінші ауыз ашқанда дейді. Екінші жәннатта Аллахтың дидарын көрген дейді. Яғни жәннатқа кірген кезде дейді. Бұл деген сөз Аллахтың үлкен екі нығметі. Аллахтың өзінің құлдарына беріп қойған үлкен нығмет. Сондықтан барша қазақстандықтарға Аллах Тағала осы екі нығметін нәсіп ете берсін. Ал әнші Мадина Садуақасова бірде-бір рет ораза ұстап көрмепті. Жұлдыз әр нәрсенің өз уақыты бар деген ойда. Айтуынша, ауыз бекітуге жұмысы кедергі. Шыны керек, менің кестем сондай бір, қалай айтсам, ыңғайлы емес. Түнде тұрамыз, ұшып кетеміз, немесе азанда келіп, бір жақтан келіп атамыз, немесе күндіз ұшып кетіп 4-5 сағат самолетта боламыз. Сосын көптеген шетелдік гастрольдік сапарлар болып жатады. Қалай айтсам екен, енді ол енді өйтіп өзіміз причины ищет, тот, кто не хочет, ищет причины деген сияқты орыста. Ел алдында жүрген әншілер көрермен халыққа өзіндік бір үлгі көрсетіп жатса, нұр үстіне нұр болады. Соңғы кездері олардың сандары да артып келеді. Айтуларынша, ораза тұтып бір парызын мүлтіксіз орындаған адамның бар күнәлары кешіріледі. Бүгінше осы әлемдік және қазақстандық шоу-бизнестегі елеулі оқиғаларды тек біздің арнамыз арқылы тамашалаңыздар. Көріскенше күн жақсы.